Ердің жасы 50-ді еңсерген Нұрлан Тұрсынұлы Әлиакбаров Богатырь кенішінде 30 жылдан астам уақыт еңбек етіп келеді. Осында жүріп, еңбек даңқы белгісінің толық иегері атанды. Бригадирім Бисаров Алмаз деген жігіт, содан тәлім алдық, содан үйреніп, ол экскаваторға оқуға кетті де, соның орнына мені бригадир қойды. Содан 5 жылдан кейін сол бригадир қызмет атқарып жүрдім осы темір жолда. Осы біздің жұмыс сол ауыр, шпал ауыстыру, чтоб мынау жүріп атқан пойыздардың барлығы чтоб аварийсіз, сол үшін осы обслуживаниеде жүрміз, тексеріп бүкіл. Мол тәжірибе Нұрлан Тұрсынұлына темір жолды жөндеудің қыр-сырын терең меңгеруге мүмкіндік берді. Қажетті арнайы белгілер жүйесін жетік біледі. Сол белгілер арқылы көтергіш, түзеткіш машинаның машинисімен үнсіз түсініседі. Көтер дегені, мынау түсір дегені. Сосын жаңағы берген команда мынау алға жүру деген, мынау артқа жүр деген, айналдырған ол тоқта деген сигналды білдіреді. Нұрлан Тұрсынұлының баласы Әлиде әкесінің жолын қуып, дәл осы кеніште еңбек етуде. Ол нөмір 1 электрлендіру учаскесінде түйіспелі желі слесарі болып жұмыс істейді. Тұрсын Әли Нұрланұлы. Оны да осында орналастырдым. Әскер қатарынан келгеннен кейін осында жұмысқа орналастырдым. Өзімнің артымнан еребес. Бұл жердің жұмыс ұнағаннан кейін, содан кейін айтып отыр. Соны менің ақылымды тыңдап осында келіп түсті жұмысқа. Бұл жердің мына коллектив бір, екіншіден осы разрезге біз еңбек табамыз деп келдік қой. Бұл қызмет өзіме ұнады. Енді содан келгеннен осында еңбек тауып, жұмыс істеп, және де қасымдағы жолдастарым да бірге істейтін жігіттер жолдас сияқты болып, бір семьяда татулап осылай жұмыс істегеннен кейін өзім жақын, содан осы жерде біз осы әлі еңбек етіп жатырмыз.